Армысыздар құрметті көрермендер, каналға қош келдіңіздер. Бүгінгі тақырып ағзаны үй жағдайында тазалау жайлы айтатын боламыз. Тақырып қызық болса, каналға тіркеліп, видеоны соңына дейін көріп, лайк басып отырыңыздар. Шлактың улы заттың ағзаға жиналуына түрлі дерт себеп болады. Сіз ауырған кезде түрлі ем қабылдайсыз. Одан бөлек өз бетіңізше дертіңізге шипа іздейсіз. Ағзаға түскен инфекция, вирус дәрінің көмегімен жазылады, ал шлак сол күйінде қалады. Ағза сауыққан кезде бойындағы шлакты өз бетінше емдей алады. Бірақ кей кезде ағзаны шлактан тазалау үшін біздің де көмегіміз керек болады. Ағзаны қай кезде тазалау қажет етеді, білесіз бе оны? Ол үнемі әлсіздік пен шаршау, бас ауруы, артық салмақ немесе тым арықтау, бұлшық ет пен буынның ауруы, ауыздан жағымсыз иіс шығу, тілдегі ашық немесе сарыдақ, терідегі қышыма, аллергиялық әсер, іштің кебуі, ішектегі өзгеріс, қатты терлеу және жағымсыз иіс, мезгілдік ауруға бейімділік, ұйқысыздық пен мазасыздық ағзаға шлактың жиналғанын білдіреді. Ағзаны тазалауға қалай дайындаймыз? Шлак пен улы зат түрлі ағзаға жиналады. Мәселен, бауыр, бүйрек, ішек және қан тамырлардағы жиналған шлакты мына әдіспен тазалауға болады. Ішекті тазалау үшін ең бірінші бір стақан салқын суды ыдысқа құясыз. Оған бір шай қасық зығыр дәнін салып, отқа қойыңыз. Қайнауға жақындағанда оттан алып сүзесіз. Дайын болған емдік сусынды ұйқыға жатар алдында ішесіз. Зығыр сүтінің ішекте тазалайтынын қасиеті бар. Ол үшін зығыр ұны мен суды араластырасыз. Бетін жауып, бір түнге қалдырыңыз. Таңертең аш қарынға ішу керек. Бауырды тазалау үшін бұл ем тюбаж деп аталады. Бауырды шлактан, улы заттан тазалау үшін алатікен, расторопша қажет. Ол үшін бір шай қасық шөпті бір стақан суға араластырып отқа қоясыз. 3-4 минуттай қайнаған соң оттан алып сүзіп қоясыз. Дайын болған тұнбаны түскі тамақтан соң 1 сағаттан кейін ішесіз. Емді бір ас қасықтан қабылдау керек. Бүйректі тазалау үшін бұл ағзадағы шлакты шығару үшін шалфей, лаванда, жалбыз және гүлшетен шөптерінің майы қажет болады. Оның бірнеше тамшысын бір стақан таза суға араластырып ішесіз. Татымы ұнамаса, бір шай қасық бал қосуға болады. Қанды тазалау үшін. Қанды тазалау барысында жүрек пен қан тамырлардың жұмысын жақсартасыз. Ал қанды шлактан тазалау үшін қалақай шөбінің көмегіне жүгініңіз. Ол үшін бір шай қасық балғын немесе кептірілген жапырақты бір стақан қайнаған суға салып тұндырып қоясыз. Турай 45 минуттан соң дайын болған тұнбаны сүзіп алып, 2-ге бөліп ішіңіз. Емді тамақтанудан алдын қабылдау керек. Қанды толық тазалау үшін емді 30 күн бойы үзбеуге тырысыңыз. Қан тамырды тазалау үшін бірдей көлемде мыңжапырақ, түймедақ, салаубас, қайың бүршігін араластырып, шыны ыдысқа салып қойыңыз. Шөп қосындысының 2 ас қасығын 500 мг қайнаған суға салып, бетін жауып қоясыз. Шамамен 20 минуттан соң дайын болған тұнбаны сүзіп алып ішесіз. Татымы ұнамаса, бір шай қасық бал қосуға болады. Емдік сусынды ұйқыға жатар алдында қабылдау керек. Және де бір шай қасық клевер бір стақан қайнаған суға салып, ыдысымен ыстық суға салып қоясыз. 5 минуттан соң ыдыстың бетін жауып, 40 минут тұндырып қойыңыз.
Осы уақыттан соң тұнбаны сүзіп алып, бір десерт қасықтан ішесіз. Емді әр тамақтанудан алдын қабылдау керек. Емді күніне 3 рет 21 күн үзбей жүргізесіз. Осы емнен кейін қан қысымыңыз реттеліп, құлақтағы шуыл басылады. Бұл тазалық жұмыстарын жүкті, емізулі әйелдерге және кішкентай балаларға жүргізуге болмайды. Халық емін қолданбас бұрын міндетті түрде дәрігермен кеңесіп алыңыз. Назарларыңызға үлкен рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.